Сәлем достар, бүгін сіздермен ауызда еритін балмұздақтан да тәп-тәтті трюфельный торттың жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Бөлме температурасында тұрған жұмыртқамызды алдын ала жуып, кептіріп, одан кейін осылай ыдысымызға жарып саламыз. Одан кейін үстіне өлшеп алған шекерімізді салып, миксердің көмегімен жақсылап, шекеріміз ерігенше араластырамыз. Әбден шекеріміз езіліп болғаннан кейін үстіне бөлме температурасындағы сүтімізді қосамыз да тағы да жақсылап миксермен бір араластырып аламыз. Одан кейін бізге сұйық май қажет болады. Сұйық майымызды қосып, тағы да миксермен бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Келесі кезек біз желатинімізді ертіп, алдын ала дайындауымыз қажет. Ол үшін ыдысымызға суымызды, үстіне желатинімізді саламыз. Желатиніміз халал немесе құрамы таза болу қажет. Мен осындай желатин пайдаландым. Құрамында артық қоспасы жоқ, таза желатин. Желатинімізді салып болғаннан кейін жақсылап бір келкі масса болғанша араластырып дайындап қоямыз. Келесі этап бізде құрғақ ингредиенттеріміз, яғни ұнымыздың үстіне какаомызды қосамыз және қопсытқышымызды қосамыз, яғни разрыхлитель. Барлығын біркелкі қоңыр түске енгенше жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді осы сұйық массамыздың үстіне жаңа дайындаған құрғақ ингредиентімізді 3 бөлікке бөліп, миксердің көмегімен араластырып отыратын боламыз. Массамыз толық бір келкі күйге енуі қажет. Келесі кезек барлығын араластырып алғаннан кейін үстіне ас содасын қосамыз да жақсылап миксермен араластырып, үстіне қайнаған азғантай ыстық суымызды қойып, тағы да миксермен бір келкі масса болғанша араластырамыз. Одан кейін қызып тұрған пешімізде 180 градуста пісіретін боламыз. Коржығымыз духовкада пісіп шыққанша бізге молочный шоколад қажет болады. Мен милканың шоколадын алдым. Сіздер өздеріңіз қалауыңыз бойынша молочный шоколадты пайдалансаңыздар болады. Енді шоколадымызды қысқа толқы пеште жібітіп аламыз. Одан кейін бізге 500 граммдай сливки қажет болады. 33%-ық міндетті түрде салқын болуы қажет. Сливкиді миксердің көмегімен жақсылап қою болғанша миксерлейміз. Одан кейін еріген шоколадымызды осы сливкиміздің үстіне қойып, одан кейін алдын ала дайындап болған желатинімізді ішіне салып, жақсылап бір келкі қою масса шығаратын боламыз. Сіздерде миксер болмаса, қолмен венчиктің көмегімен жасасаңыздар болады. Міне біздің пирогымыз пісіп шықты. Енді үстіңгі осылай бетін текстеп дайындап аламыз. Одан кейін формамызды салып, үстіне дайындаған сұйық массамызды құямыз.
міне сұйық массамызды коржигімізді үстіне осылай салып аламыз да, бетін тегістеп пищевой пленкамен жабамыз да, холодильникке, яғни мұздатқышқа 3-4 сағатқа салып қоямыз. Бүгінгі біздің дайындаған трюфельный тортымыз осымен тамам. Қонақтарыңызға алдын ала ұсынар кезде бетіне әртүрлі оформление жасап берсеңіздер болады, немесе какао сеуіп берсеңіздер болады. Дәмі балмұздақтан да тәтті, ауызды еритін, балапандардың ерекше жақсы көріп сүйіп жейтін торты болып табылады. Сіздермен болған мен Айдана. Соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет.